Қайырлы күн, сату сабағына қош келдіңіз. Ең алдымен өзімді таныстыра өтейін, есімім Әлібек, сатуда 7 жылдық тәжірибесі бар эксперт маманмын. Бүгінгі сабақтан кейін сіз сатудың ең алғашқы фундаментін қалыптастырып кететін боласыз. Сабақты бастар алдын бірінші сату туралы түсінікті қалыптастырып алайық. Сатуды көп адамдар алдау, тықпалау деп түсінуі мүмкін, әртүрлі фильмдерден көріп алған болуы мүмкін. Ал шын мәнінде сату дегеніміз ол керек емес затты тықпалау емес, қысым жасау емес, клиент алдау емес, немесе зорлап, қинап алдыру емес. Сату ол клиенттің қажеттіліктерін түсіну арқылы оған дұрыс өнімді ұсынып, коммуникация, презентация жасай алу және қарсылықтармен жұмыс жасай алу қабілеті. Мысалы, клиент сізге заявка қалдыруы мүмкін, маған крем керек деп. Тәжірибесіз сатушы оған мына крем ең қымбаты, мынау ең жақсысы деген сияқты сөздерді қолданып өзінің өнімін ұсынуы мүмкін. Бұл бір қарағанда тықпалау сияқты көрінуі мүмкін. Ал тәжірибелі сатушы сізде нақты қандай проблема, құрғақтық па, дақ па, қандай мәселелерді шешкіңіз келеді, бұрын қандай өнімдерді қолданып көрген едіңіз деген сияқты сұрақ қою арқылы алдымен клиенттің қажеттіліктерін анықтап алуға тырысады. Соған сәйкес одан кейін дұрыс өнім ұсынуда сатушыға жеңілірек болады. Осы жерде мынандай бір формула қалыптастырсақ болады. Дұрыс сұрақ қою арқылы клиентке сіз дұрыс мәселесінің шешімін ұсына аласыз. Осылайша ортада сенім қалыптасады және клиент сіздің өніміңізді сатып алатын болады. Сізге заявка келіп түсті, заявка келіп түскеннен кейін сізге дұрыс жауап беру, клиентпен дұрыс сөйлесу маңызды. Осы кезде көп адамда қорқыныш болуы мүмкін. Дұрыс сөйлесе аламын ба, сата аламын ба, сата алмаймын ба деген секілді. Осы кезде қарапайым бір мысалға келтіретін, мысалы сіз қандай да бір тамақты жасай алмауыңыз мүмкін. Бірақ ол сіздің қолыңыздан мүлдем келмейді деген сөз емес. Сіз жасай аласыз, оның егер дұрыс рецептін білетін болсаңыз. Сатуда сол секілді, егер дұрыс рецептін, дұрыс құрамын білетін болсаңыз, сізге клиентпен сөйлесу сатуда оңайырақ болады. Бізде сатудың қазір сол рецептімен сізді таныстыратын боламын. Ол бізде сату этаптары деп аталады. Бірінші сату бізде негізгі 5 этаптан тұрады. Сәлемдесу этабы, қажеттілігін анықтау этабы, презентация этабы, қарсылықтармен жұмыс этабы, одан кейін қорытындылау немесе сделканы жабу деп атаймыз. Енді осы этаптарға қысқаша тоқтала кетейік. Бізде сәлемдесу этабы, бұл этаптағы ең маңызды нәрсе клиентпен сіздің дұрыс байланыс орнатып алуыңыз, яғни контакт орнату. Мысалы, сіз заявка түскеннен кейін клиентпен переписка арқылы сөйлессеңіз де, звонок арқылы сөйлессеңіз де, немесе офлайн кездесу белгілеп кездесу арқылы сөйлессеңіз де, осы этаптар бойынша жұмыс жасайтын боласыз. Бірінші, клиентпен әрине заявка түскеннен кейін сәлемдесеміз, танысамыз, өзімізді таныстырамыз. Егер қандай да бір жерде жұмыс жасайтын болсаңыз, компанияңызды таныстырасыз. Сәлемдесу этабында бірінші, қайырлы күн, қалыңыз қалай деген сияқты, немесе сәлеметсіз бе, ассалаумағалейкум деген сияқты сөздерді қолдану арқылы дұрыс клиентпен бірінші контакт орнатып аласыз. Осы кезде хабарласу немесе клиентпен сөйлесудегі негізгі мақсатыңызды түсіндіру маңызды. Мысалы, сізге күтім косметикасын алу үшін клиент заявка қалдырған болуы мүмкін. Өнімді ұсынбас бұрын міндетті түрде өніміңіз клиентке келеді ме, келмейді ме анықтап аламыз. Мысалы ретінде, Арай ханым, бұл өнім сізге келеді ме, келмейді ме, көмектесе аламын ба, көмектесе алмаймын ба білу үшін сізге қазір бірнеше сұрақтар қоятын боламын. Соған толық әрі ашық жауап берсеңіз, одан кейін соңына қарай міндетті түрде мен сізге бағасын есептеп беретін боламын дейміз де, клиентті алдын ала программалап аламыз. Яғни клиент ары қарай сізді тыңдауға дайын болу керек. Одан кейін программалағаннан кейін міндетті түрде клиентке сұрақтар қою арқылы қажеттілігін анықтаймыз. Яғни сіздің өнім шын мәнінде клиентке көмектесе алады ма, көмектесе алмайды ма? Оны білу үшін қажеттілігін анықтау этабында бізге кемі 7-8 сұрақ қою керек. Сұрақтың бізде бірнеше типтері бар. Бізге керегі риторикалық сұрақтар, ашық сұрақ, жабық сұрақ деген сұрақтар. Ашық сұрақ дегеніміз клиент ашылып жауап бере алатын сұрақтар. Ал жабық сұрақ дегеніміз я немесе жоқ деп қана жауап бере алатын сұрақтар. Мысалы, күтім косметикасын қолданасыз ба деп сұрақ қоятын болсаңыз, клиент я немесе жоқ деп жауап беруі мүмкін. Ал қандай күтім косметикаларын қолданасыз деп сұрақ қоятын болсаңыз, клиент өзі қолданатын косметика брендін айтуы мүмкін, немесе өзі қолданатын, мысалы, умывашка, тонер, сыворотка деген сияқты қандай да бір заттарын тізіп айтып беруі мүмкін. Яғни ол кезде клиент сізге ашылып жауап беріп жатыр деген сөз. Одан кейін үшінші риторикалық сұрақтар, ол дегеніміз түсініп тұрсыз ғой, келісесіз ғой, түсіндіре алдым ба деген сияқты сұрақтарды қою арқылы клиенттің я деген жауабын алып отыру маңызды. Клиентке кемі 7-8 сұрақ қойғаннан кейін сізге клиенттің барлық мәселесі шешкісі келетін болы анық болуы керек. Одан кейін соған сәйкес өнім ұсынуда сізге оңай болады. Мысалы, мен даска сататын болсам, клиентке өнім ұсынбас бұрын алдымен оның көлемін, яғни қандай размерде керек, осындай аяғымен керек, немесе іліп қоятыны керек, немесе маркермен жазатын керек, екі жағына жазылатын, немесе бір жағына жазылатын керек, анықтап алғаным жақсырақ болады. Сол кезде мен клиентке дәл керекті қажет өнімін ғана ұсына аламын. Сол себепті қажеттілігін анықтау кезінде
ұялмай, қысылмай клиентке кемі 7-8 сұрақ қоямыз. Әрине, жаңа айтқандай, тек қана жабық сұрақтар қоя бермейміз. Жабық сұрақ қоя беретін болсаңыз, тек қана я немесе жоқ деп қана жауап беретін. Ол кезде клиент өзін допроста тұрған сияқты сезініп қалуы мүмкін. Одан кейін сізге айтуы мүмкін, неге маған көп сұрақ қойып кеттің деген сияқты. Сондықтан міндетті түрде ашық сұрақ, жабық сұрақ, риторикалық сұрақтарды қою арқылы, оны эмоциямен қою арқылы клиенттің қажеттілігін анықтаймыз. Қажеттілігін анықтағаннан кейін сізге клиенттің барлық мәселесі белгілі болды, білдіңіз, терісі құрғақ емес, бұрын күтім қолданды, қолданбады, қандай брендтің қолданды, оригинал қолданды, не оригинал қолданды, анықтап алғаннан кейін соған сәйкес презентация, яғни өзіміздің өнімді ұсынамыз. Осы кезде қажеттілігін анықтау этабынан кейін бойды арттыру деген этап бар. Сіз клиенттің барлық мәселелерін білдіңіз, мәселелерін білгеннен кейін сол мәселелерін қайталап айтып, осы мәселелерді сізге шешу керек, дұрыс түсіндім бе деген сияқты клиентке риторикалық сұрақ қоясыз. Сұрақ қойғаннан кейін клиент я деп жауап береді. Ары қарай сіздің осы мәселелеріңізді шешу үшін сізге мына өнімдерді ұсынам деген сияқты өзіңізде бар өнімдерден клиентке набор немесе клиентке керекті өнімді ретімен ұсынасыз. Ретімен ұсынғаннан кейін ары қарай клиентке бағасын есептеп бересіз. Бағасын айтқаннан кейін клиент сізден бірден сатып алуы мүмкін, немесе өзінің қарсылықтарын айтуы мүмкін. Ол кезде бізге қарсылықтармен жұмыс жасау керек болады. Клиент сізге, бізде стандарт қарсылықтар кез келген салада жүретін, ойланайын, ақылдасайын, ақшам жоқ, керек емес деген сияқты, немесе басқа жақтан алып қойдым, басқа жақта арзан деген сияқты қарсылықтар айтуы мүмкін. Сол қарсылықтармен жұмыс жасаймыз. Қарсылықтармен жұмыс жасағаннан кейін клиент сатып алуға дайын болса, сатып алу туралы шешім қабылдаған болса, клиенттің төлемін қабылдайсыз. Егер әлі де дайын емес, ойлану үстінде болса, клиентке басқа хабарласатын уақытты бекітіп, немесе басқа кездесетін уақытты белгілеп, ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Қарсылықтармен қалай жұмыс жасаймыз? Қарсылықты жабу техникалар және перепискамен сату туралы екінші сабақта айтамын. Осымен бірінші сабағымыз бітті.